Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет пирожный дайындайтын боламыз. Қосатын қоспаларымыз үй температурасында болуы керек. Сгущенка мен майымызды араластырамыз. Жұмыртқа, ұн, какао, қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Формамызға 4 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Духовкада 160 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына қарай көресіздер. Піскеннен кейін жан-жағын кесіп, формамыздан шығарып аламыз. Суытып аламыз. Кремін дайындауға банан мен сгущенкамызды жақсылап миксерлейміз. Кремін дайындайтын заттарымыз салқын болуы қажет. Сливкимізді қосып, қоюланғанша араластырамыз. Корждарымыздың арасына кремімізді жағып, тегістеп шығамыз. Әр корждарымызды қойып, кремін жағып, тегістеп аламыз. Ең үстіңгі бөлігіне кремімізді тегістеп жағып, формамызға салып, холодильникке кемі 8 сағатқа қоямыз. Холодильнигімізден шығарып, жан-жағын дәл осы видеодағыдай пышағымызбен кесіп, формамыздан шығарамыз. Кондитерлік қапшығымызға шоколадымызды ерітіп, дәл осындай узор салып шықсақ болады.
Достар, kanalıma like басып тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Пирожныйымыздың жан-жағы тегіс болмаған жағдайда пышақпен тегістеп кесіп аламыз. Өзімізге қажетті формада кесеміз. Пышағымызға крем жабылып қалған жағдайда тазалап отырамыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Пирожныйымыздың дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер.